Сәлем достар, барлықтарыңызға өте оңай кекс жасайтын боламыз. Ол үшін әуелі 2 жұмыртқамызға қантымызды салып, венчиктің көмегімен қантымыз езілгенше араластырып аламыз. Содан соң қаймақты, сұйық майды қосып араластырамыз. Ешқандай миксерсіз венчиктің көмегімен араластырамыз. Барлығын араластырғанда бізде осындай сұйықтық болады. Енді ұнымызға разоглитель қосып, електен өткізіп аламыз. Сосын жай-жайдан қосып отырамыз. Осындай масса болғанша араластырып аламыз. Формамызға салып, пешімізді алдын ала қыздырып, 180 градуста 20 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің кексіміз дайын болды. Жұп-жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Рецепт өте қарапайым заттардан тұрады. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін.